Жүктілікті мен бар жоғын қақтан білсем болады. Осы видеода иншалла алғашқы белгілерін, қашан тест көру керек екенін, қашан анализ тапсырып, қашан бірінші УЗИ-ға түсу керек екенін білесіздер. Жүктіліктің орын алған алмағанын біз тек қана біле аламыз, егер етеккір кешіксе ғана. Кемінде тесттен 2 сызық шығуы мүмкін. Бұл қалыпты, бірақ жүктілік болмауы да мүмкін. Шейканың ісінуі, кішкене көгеруі, матканың кішкене үлкен болуына қарай біз айтып бере аламыз. Бірақ дәл осы симптом көтере салып, кісізит болады. Кіші дәретке барады, барған кезде ашиды. Екіншісі бұл кальпит. Кальпит ол бірден, үшінші белгісі тәбеттің өзгеруі, күрт өзгеруі. Қайырлы күн, менің сұлу қыздарым. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Бүгін ең күшті тақырыпты сөйлесеміз сіздермен. Жүктілікті мен бар жоғын қақтан білсем болады. Етеккір келмей жатымен көруіме болады ма? Не тапсырам, не анализ білем, қақтан көрем, жынысын қалай анықтасам болады, не істеуге болады, не тұрғысын бар, бла-бла-бла. Өте көп сұрақтар бізде. Но бүгін сіз осы видеода иншалла алғашқы белгілерін, қашан тест көру керек екенін, қашан анализ тапсырып, қашан бірінші УЗИ-ға түсу керек екенін білесіздер. Ол үшін маған ат салысып лайк басуды ұмытып кетпеңіз. Подписация етіп қойыңыз, себебі көп ақпараттан қалып кетесіз. Сонымен қатар өзіңіздің достарыңызбен бөлісіңіздер. Обязательно қыздар, әпкелер, жеңіл бәріне таратпасаңызшы осы видеоны. А то барлығы маған жазып сұрай береді, сосын мен шаршаймын. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Убедилмені қосып қойды, ұмытып кетпеңіздер. Ендеше жүктіліктің орын алған алмағанын біз тек қана біле аламыз, егер етеккір кешіксе ғана. Кемінде 3 күн, максималды 7 күн. Түсінікті ма? Оған дейін сіз тест көрген кезде тесттен 2 сызық шығуы мүмкін. Бұл қалыпты, бірақ жүктілік болмауы да мүмкін. Себебі прогестеронның жоғары болуының әсерінен иногда тест бізде қателесіп жатады. Сонымен қатар сіз анализ ерте білу үшін етеккір кешікпейінше тапсыра алмайсыз. Значит, все равно етеккірдің кешіккенін күту керек. ХГЧ анализін тапсырасыз, етеккір кешіккен кезде немесе етеккір келетін күні келмей қалса тапсыруыңызға болады. Соған қарай келесін көріп отыратын. Сонымен қатар бізде тексеру бұл гинекологқа қарауға бару арқылы. Но бізде 100% айта алмаймыз, но сомнительно бізде білеміз. Бұл қалай? Шейканың ісінуі, кішкене көгеруі, матканың кішкене үлкен болуына қарай біз айтып бере аламыз. Бірақ дәл осы симптом еще бізде етеккір келетін кезде де болады. Представляете? Не только басқа, даже етеккір келетін кезде де болады екен. Сол себептен барлық клиникалық көріністер бір-біріне ұқсас болғандықтан ең дұрысы сабыр сақтағандарыңыз дұрысырақ. Басқа қандай алғашқы белгілер бар? Жиі болатын алғашқы белгілері бұл цистит. Көтере салып, кісізит болады. Кіші дәретке барады, барған кезде ашиды, тоқтап сиеді, болмаса жіберіп қоя береді, барған кезде қатты шыққысы келеді, бірақ шығара алмайды. Осындай жалпы. Еще температура. Екіншісі бұл кальпит. Кальпит ол бірден аппақ бөлінді пайда болуы, творог тәрізді немесе крем тәрізді бөлінділердің болуы. И плюс ол кішкене қышыну сезімін, ашу сезімін беруі мүмкін. Үшінші белгісі тәбеттің өзгеруі, күрт өзгеруі, қарынның аша беруі, әр нәрсені бір жей бергісі келуі. Кей кездерде болады, бірден ащы нәрсеге, алғашқы апталарында жиірек бізге ащы нәрсені қалап тұрады. Мүмкін ол огурцы, соленый огурцы, тұзды қияр. Иногда болады бұл нәрсе кез келген бір чипсыға, керешке, бұрын соңды жемеген роллтың, жаңағы балықтың неті болады ғой, прям бұрын соңды жеп көрмейді, балық жыны кеп тұрады, бірақ сол балықтың еттерін жегісі кеп тұру мүмкін. Бұл жүктіліктің белгілері. Сонымен қатар алғашқы белгілердің бірі ішіміз ісініп кете береді. Азанда тұрамыз, ішіміз жоқ, кешке тұрамыз, ішіміз вот такая. Прям үлкен ісініп кетеді. И ол ішке ары кетпейді, жел шықпайды, өзінен өзі бол беру мүмкін. Яғни іштің төменгі жағы, бел тұсында, как будто етеккір келетін сияқты сізде бол болуы мүмкін, яғни ауырсыну болуы мүмкін. Одан бөлек белгілерінің бірі жиі бас ауырсыну болуы мүмкін. Сонымен қатар бас айналуы мүмкін, әлсіздік пайда болуы мүмкін. Кейбір қыздарда либидо өсіп кетеді екен. Либидо дегеннен күйеуін қатты жақсы көріп кетеді, құшақтап, сүю, жаным қайда, уже қызғаншақтық басталады. Бұрын қызғанбайтын,
вот жүкті болды уже қылған жағы сен қақтасың кіммен жүрсің уже начинается да вот бұл бізде жүктіліктің алғашқы белгілерінің бірі. Әрине бұл 100% емес, иә. Негізгі біз дәлелдейтін 100% бұл УЗИ аппараты және де ХГЧ анализі. Кей кездерде болады бізде биохимиялық анализ. Биохимиялық беремін, биохимиялық жүктілік да емесе. Бұл не? ХГЧ кішкене жоғары көтеріледі да, максималды 40-қа дейін, все қайтадан жоқ болып кетеді. Бұл бізде биохимиялық жүктіліктер, бұны жүктілік деп айтудың да қажеті жоқ на самом деле. Ендеше сіз жүкті екеніңізді білу үшін бәрібір түбінде етеккірдің кешіккенін күтуіңіз керек. Олсыз ешкім ештеңе айта алмайды. Ал енді оның қыз немесе ұл екенін қайдан көруге болады? Қазір дамыған заман. Кез келген нәрсені білуге болады. Яғни не бар бізде? Определение пол плода деген анализ бар. Олимп лабораториясында особенно бізде бар. Яғни баланың жынысын ерте анықтау анализі. Қалай тапсырасыз? Азанда ашқарынға барасыз, қан түрінде тапсырасыз. Бірақ бұл кішкене қымбаттау, бағасын нақты білмейді екенмін. Бірақ точно 10 мың емес, одан жоғары баға болу керек. Бұл 100% әр кезде әртүрлі. Кейде бұл 100% дұрыс айтады, кейде жоқ. Себебі менде практикада тоже болған қыздар, ол деген, бірақ оларда қыз туған қыздар да болды. Сондықтан барлығын түбіне келгенде білуші бір Алла. Басқа ешкім емес. Ал мына Қытайдың календарлары, овуляциямен есептеу, бұлардың барлығы иногда сәйкестік келіп жатады. Иногда жоқ. Значит, түбінде тағы да Аллахтың қалауымен болып тұр да. Сондықтан бала жынысын лучше сізге күту керек 18 аптаға дейін. 18 аптада спокойно барып түсесіз, и все гендерпатия жасай беруіңізге болады да. Ал алғашқы УЗИ қалай? Етеккір кешіккеннен күннен бастап санайсыз. Кешіккен күн. Мысалы, бүгін сіздің етеккіріңіз келу керек еді, бүгін келмеді. Значит, 10 күн санайсыз бүгінгі күннен бастап, 10 күннен кейін сіз алғашқы УЗИға барып түсесіз. Біріншіден баланың жүрек соғысын, баланың жатырда емес екенін, және де оны қалай дамып жатқанын көруіңіз үшін. Түсінікті ме? Ендеше бағыттарыңызға сәттілік, аман есен, салиқалы ұрпақты дүниеге келіңіздер иншалла. Сіздер үшін дұғада боламыз. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін мың алғыс.